как дела, Людмила? У меня отличный, ты такой клубника, может сегодня увидимся? Полдгы, жди меня. Ассалам, Людмила. Привет. О, Людмила, твои руки как бархатный крем. Знаешь почему? Потому что мы сенсио. Из-за тебя я изменил стиль. Оцени носки, оцени туфли. Ой, где ты такой милый? Я милый? Я в детстве дофига милый был. Мила, кстати, я тебе купил подарок. Қолтыққа шашатын, шаршасаң шаршаған басатын. Ты такой веселый? Үнемі күліп жүреді, жыныма тисең ұрып жіберем. Медет, мне все понравилось. Вот. Я домой хочу. Может, меня отвезешь домой? Маған таксиге ақшаң жоқ па не? Ты что себе позволяешь? Отвези меня домой, дурак. Людмила, қойшы ойнап жатсың. Вещи жасаймыз, родной ше. Аха. Балдар 4-3 теңгеден, қыздар 2-3 теңгеден жинаймыз. Үйрен нақ қыздар 2-3 теңгеден? Дұрыс қой, олар біз сияқты темір өткізіп, мыс өткізіп, ақша табалмайды, короче. Бақылау жұмысын жаз дейді, боп деп тақырыбын жазып, сыртына ат жөнін жазып өткізіп жүргенсің, 9 жыл деп. Папа, мас, папа сабаққа ақша берсең, 2-3 теңге жынды болып қаласың, не аларың білмейше. 170 теңгесін қайттан үйге алып келесің. Екінші сабақтан кейін үлкен қоңырауда ғой. Ішің басып кетті, отырып үйге қайтып кеткенсің. Ғабит деген классасым бар, короче, талыру деген ойнап берді, мойнына қысып талып қаласың, короче. Бірінші сабақтан кейін бәріміз талып қалғанбыз, короче. Апай, не болып жатыр дейді, апайдан талып тастағанмын. Ровныйға кремді 9 бал жинап шыққансың ғой. Мына түріңмен бармай-ақ қой. Мамам 96 беттік дәптер әкеп береді, ойлашы. 5 сабаққа да соны арнап қаласың. 2 бет ауыстырсаң, қазақ тілі, 2 бет ауыстырсаң, орыс тілі, 2 бет ауыстырсаң. Шегесің темекіні, ал шетінің арақ. Одан да алып бермейсің ба бауырыңа тамақ. Саған қарап, жүректе ақ барақ. 8 мыңға копченый бал қалған емес, ашық арақ. Аспанға қарап, жұлдызды санап, сол жұлдыздың ішінде сен жоқсың қанат. Іздеген жұлдызым жерде жатыр, басы қанап. Өтініш бауырым еш, бүгінше ішпейікші. Өйткені таңертең екеумізге де сабақ, тем более физика мал. Қойып кеттің деп тұр, бұл жырдың нүктесін. Бауырым, ешқашанда закускың бітпесін. Колбаса құрт жейсің, айқайлап чечил дейсің. Өтінішінен кешегідей шешінбеші. Не істеп отырсың уборныйда унитазды құшақтап, қолыңа пышақ ап, ішіп ап айқайлайсың. Кімсің сен маған айқайлайтын? Соттатып жіберем, мен сен шешеммен жасты адаммын, білесің ба? Жігіттер жанып тұрған үміттер, сөз менен тайдың ден көтіңді көтер. Сенің өсекті перетін досың. Екеуміз ақ қалдық қой, екеумізден жақсы адам жоқ қой, бәрін өсектейді деп отырып алды. Ойлашы, ана жерде мен тұрмын ғой, менің үстімнен аттап, жалақтап, өліп барады ғой, мен тұр екен деп тұрған жоқ ол ше. Макстың алам деп жүрген қызы бар ғой. Аха. Андай екен ғой. Қандай ол? Андай бір көз ауырады дейді да. Айтсам өсек болып кетейін деп тұр ғой ше, былай әңгіме қылып айтып бере берейін да сендерге ше. Айжан енді көтіңді қысып отырмайсың ба, үйіңде бар ма деді қол вечерге. Осы былтыр ғой ше, күздің кезінде ма, күз как раз после обеда 4-терде ма оянам ғой ұйқымнан. Не айтып отырсың? Жездесі екеуі есікті ашып болса құшақтасып тұрған ғой, ойлашы. Кім ол? Та кеше кино көрдік қой төрес кесе. Әй қой деп атып қана жерде ше, әке шешесі тұр айтты. Жап-жас бала әжесінің жағынан бірақ ұрады ғой ше. Өлі анан көріп жағам тұстан ғой, как раз женшіліктің кеп шыққан ғой. Айжан дегенше аузымен қолады ғой сол кезде, каперменте. Жігіттер жанып тұрған үміттер, сөз менен тайдың ден. Сенің кайфарик досың. Ғабит бәріміз 10 мың теңгеден шығарамыз, кайфойт етеміз ғой. 9 күн ішкесің ғой қатарынан. Ішіп отырып бәріміз сөйтеді, бір ұратан келіп, тарт деп темекі береді, аламда бір тартамда жоқ болып кетемін ғой, ойлашы. Не берген ғой? Инстаграмға кірмейсің, не? Қой, Инстаграм емес, Баду, Биго Лайф, друг вокруг тұрғанда Инстаграм қызық емес. Үшем, артынан арақ ішем, артынан коньяк келеді. Жоқ болып кеткенсің ғой, ойбау. Бір есін жинасам көк төбеде жүрмін, көз кетіп қалған ше. Бағалармен ішіп адыр ше. Мас болмаймын ғой біреге, қайға кетіп отқан білмеймін ғой ше. Айтпесе 9 бұлдық ма ішіп тастағанбыз ғой ше. Келсің ғой, ішіп алсам ақ көңілмін ғой ше. Ішіп алып кеше өш қапшы дос балама телефон подарок етіп жіберген ғой. Телефон жоқ енді, телефон емес, бір звонок жасау. Ха, брат. Алло. Че там? Бастап кеткенсіңдер ма не уже? Қазір бар. Сенің ұбыты тапсырған досың.
прикинь, 3 телефон алып кірем ғой, короче, үшеуін де алып қояды ғой. Қасыма жақсы оқитын бір қыз отырып қалады да, 2 сабағын белгілетіп алам, қалған науға тұрғасын. Тура камераның алдына отырып қалам ғой, қимылдатқызбайды ғой, ойлашы. Туалетке кірем да, шпорымды қарап аламын да, бір сабағымды ше, шпордан. Сөйтіп шығып қалсам, тура алдында комиссия тұр ғой, алып кел шпорыңды деп қояды ғой. Я бұны 100-ден асады ғой, бір где-то 103-105 бар ғой, смело. Комиссия апай айтады ғой, короче, шпор пайдалана беріңдер, бірақ камера көріп қоймаса болды дейді ғой. Артында отырып алып, шпор бергесін. Прикинь, ойлашы, математиканы тарихқа белгілеп қоямын да, тарихты математикаға белгілеймін ғой. Тарихым 20 шығып кетеді, математика бытшыт болып жатыр ғой. Орыс тілге бәрін А деп белгілей саласың ғой. Жоқ дегенде 4-еу дұрыс шығады ғой деп ойладым мен. Таңертең бәріміз жиналамыз да мектепке, ары қарай мешітке барғансың, одан ары қарай ОБТ-ға барғансың. Тексеретін апай бар ғой. Тура менің қасыма тұрып алған ғой, до конца кетпеді ғой. Чё там, досым, опыты не болды? Қойшы, ауылға барып, спытуға ма, педколледжге ма тапсыра саламын. Мектебім сағынышы